Армысыздар ағайындар? Баршаңызға белгілі, ел ішінде осы биылғы жылы қазақ тілін қорғауға көптеген қадамдар жасалынды. Әрине, ол қадамдарды билік жасады деп айту қиын, ол қадамды қарапайым белсенділер және қазақ тілінің жанашырлары жасады десек, дұрысынан айтқан боламыз. Жалғыз-ақ сұрақ, осы 30 жылдың ішінде Қазақстанның қазақша сөйлеуіне не кедергі болды? Жұрттың бәрі жарысып, қазақтардың қазақша сөйлеуіне кедергі болатын мына заң деп айтады. Әрине, орыс тілін ресми пайдалануға болады дегеннің өзі, орыс тілді ағайындарға қанат беріп, олардың қазақ тіліне деген қарсылығын күшейтетіні сөзсіз. Сондықтан біз қазақ тілінің проблемасын шешкіміз келсе, ең әуелі қазақ тілі мемлекеттік тіл және мемлекеттік тілді білмейтін адамдар ешқандай мемлекеттік қызметке алынбайды, сонымен қатар ешқандай сайлауға түсе алмайды деген заңды қатаң қадағалайтын болсақ, Қазақстанның қазақша сөйлеп кетуіне 365 күннің жеткілікті екені барлығымызға аян. Міне, дәл сол кезде біз бұлай сөйлейтін шенеуніктерден құтылатын шығармыз. Мынау біздікі өзінікі өндірісті, ол сапасыз екен, қымбатты еместі, оны алуы керек. Оңтүстік Қазақстан облысы Түркістанда мына түйе және енді өзіңіз көріп отырсыз ғой. Өздеріңіз көргендей, жоғарғы жақта қазақ тілінің жағдайы мәз емес. Төменгі жақта да керемет деп айту қиын. Оны біз түрлі видеолардан, түрлі қазақ тілінің жанашырларының айқайынан естіп біліп жатырмыз. Шерхан Мұртаза атамыз тілсіз халық балық деген еді. Өзіміз таңдайық ағайын, халық боламыз ба, балық боламыз ба? Қазақ тілінің мәртебесін өсіру әрбір қазақтың қолында екенін ұмытпаңыздар.